Сәлеметсіз бе? Менің есімім Ердос. Бұл видеода біз Epson компаниясының баспа фабрикасы сериясымен шығарылған картриджсіз фотопринтері туралы әңгімелейтін боламыз. Сонымен бастайық. Алты түсті басып шығару жүйесі өз сегментінде фотосурет басып шығарудың эталонына айналғанына біраз уақыт болды. Мұны әртүрлі басылымдар мен фотографтардың қолдауы дәлелдейді. Айта кету керек, картриджсіз басып шығару жүйесімен 6 түсті модельдер тек Epson'да ғана бар. Жүйе 3 принтерден және бір көп функциялы құрылғыдан тұрады. L1800 A3+ форматындағы жалғыз принтер, L805 Wi-Fi бойынша басып шығаратын A4 форматындағы принтер, және L810 ыңғайлы сұйық кристалды дисплейі бар модель. Ал Epson L850 көп функциялы құрылғысы болса, сканермен жабдықталған. Ол неліктен 6 түстен тұрады деп сұрасаңыз, оған қарапайым толық түсті басып шығарудың стандартты жиынтығындағы көк, қызыл, сары және қара сияқты 4 түстен бөлек қосымша ашық көк және ашық күлгін түстер қосылған. Олар түстердің кең ауқымын және жартылай реңктердің берілуін қамтамасыз етеді. Осылайша, патенттелген Epson микропеза технологиясымен бірге фотосуретті басып шығарудың тамаша сапасы алынады. Суреттің әрбір нүктесіне дейін анық мөлдірлікке қол жеткізу және басып шығару үшін барлық осы құрылғылардағы тамшылардың минималды мөлшері бар болғаны 1,5 пиколитрді құрайды. Бұл литрдің триллион бөлігі деген сөз. Картридж модельдері алғашында тек бір реттік байқау сынамасы сияқты сиямен келсе, бұл құрылғыда сия толық жиынтығымен келеді. Яғни, принтері бар қорапта 6 толық өлшемді сия контейнері болады. Осындай бір сия жиынтығы 10-15 форматындағы 1900 фотосуреті басып шығаруға жеткілікті. Басып шығару жүйесін толтыру үшін сияның бір бөлігі қажет болатындығын ескеру керек. Сондықтан, бірінші жиынтықтан ресурс шамалы ғана аз болады. Сонымен қатар, қолдану мерзіміне қатысты мынандай кепілдемелерге назар аударуға болады. L805, 810, 850 модельдерінде ол 1 жыл немесе 3000 рет, яғни айына шамамен 250 бет. Ал L1800 1 жыл немесе 30.000 рет шамамен 2,5 бет баспа болады. Дискілерде басып шығаруға болатын құрылғыларда тек A3 форматындағы модельдерден басқа диск салғыш және Epson Print CD бағдарламасы бар. Бұл өте ыңғайлы және үйренуге оңай бағдарлама. Ол қолданушыға арнайы жабыны бар дискілерде басып шығаруды жеңілдетуге көмектеседі. Барлық модельдер фотосуреттерді жиектермен де, жиектерсіз де басып шығара алады. Фотосуреттерді SD карталары мен USB флеш дискілерінен басып шығаруға болады. Сұйық кристалды экраны бар модельдерде форматты басып шығару санын және қағаз түрін компьютерге жалғанусыз орнатуға болады. Бұдан бөлек, 6 түсті модельде қағаздың максималды тығыздығы 300 грамм құрайды. Енді мен екі қызықты жаңа модельдер туралы айтамын. Epson L8160 бұл A4 форматындағы модель және A3+ максималды форматында басып шығаратын L8180. Бұл құрылғылар несімен ерекшеленеді? Жаңа өнімдер фотосуреттерді басып шығарудың дәстүрлі жоғары сапасы мен функционалдығын біріктіреді. Құрылғымен бірге 6 сия контейнерлердің жиынтығы кіреді. Мәтінді басып шығаруға арналған қара пигментті сия және фотосуреттерді басып шығаруға арналған суда еритін 5 сия контейнер. Көк, күлгін, сары және қара сия, сондай-ақ сұр түсті сия. Сұр сия бұл сериялы модельдерінде алғаш рет қолданылады. Олар қара және ақ суреттерді басып шығару кезінде сыртқы реңктерден және бронзинг әсерінен аулақ болуға көмектеседі. Сияның толық жиынтығының ресурсы 6700 қара ақ және 6200 түрлі түсті беттерді немесе 10-15 форматындағы 2300 фотосуретті басып шығару үшін жеткілікті. Құрылғыларға кепілдік бұл бірінші қайсысы келетініне байланысты 1 жыл немесе 50.000 басып шығару. ISO стандарты бойынша басып шығару жылдамдығы минутына 16 қара ақ бет және 12 түсті бет. Екі модельде A4 форматындағы автоматты екі жақты басып шығаруды қолдайды. Принтерлер әр түрлі қағаздарға басып шығара алады. Күңгірт, жылтыр және құрылымды қағаздар. Қағаздың максималды тығыздығы 300 граммнан аспауы керек екенін есте ұстаған жөн. Олардың 4 қағаз науасы бар. 2 алдыңғы және 2 артқы. Әр түрлі қағаздың түрлерін бірден жүктей аласыз және алдымен A4 құжаттарын, содан кейін 10-15 фотосуретін басып шығара аласыз. Құрылғы қай науадан сәйкес келетін қағазды алу керектігін анықтайды.
L8160 және L8180 толтыру кезінде түстерді шатастыруға мүмкіндік бермейтін keylog жүйесімен және SIA контейнерлеріндегі инклог клапанымен жабдықталған. Бұл клапан SIA-ның төгілуіне жол бермейді. Сондай-ақ, құрылғылар пайдаланылған SIA-ларға арналған ауыспалы ыдыспен жабдықталған. Ол басып шығару құрылғысының қақпағының астында орналасқан және пайдаланушы қажет болған жағдайда оны оңай ауыстыра алады. Байқағаныңыздай, сыртқы жағынан құрылғылар жаңа дизайнмен және бір-бірінен түсімен ерекшеленеді. L8160 ақ түсті, ал L8180 қара түсті. Екі модель де A4 сканермен жабдықталған. Алдыңғы жағында SIA құю ыдыстары және ыңғайлы басқару үшін 10,9 см үлкен сенсорлық дисплей бар. USB мен SD карталарынан суреттерді оқуға арналған қосқыштар қақпақтың астында жасырылған. Үйде де, кеңседе де ыңғайлы пайдалану үшін L8160 және L8180 Wi-Fi Direct және Ethernet арқылы қосылуға мүмкіндігі бар. Сондай-ақ, Epson Smart Panel қосымшасына қолдау бар. Smart Panel туралы толығырақ айтсақ, бұл Epson шығарған қосымша. Жаңа интерфейсі және өте кең функционалдығы бар. Қосымша интуитивті және үйренуге оңай. Негізгі экранда принтер туралы ақпараты және функцияларды жылдам таңдауға арналған қойындылары көрсетіледі. Мысалы, смарт панельде басып шығарар алдында фотосуретті өңдеуге, көшіруге, сканерлеуге, басып шығару механизм тазалауды бастауға, микробағдарламаны жаңартуға, құрылғыны қосуға немесе өшіруге, шығын материалдары туралы ақпарат алуға, бұлтты серверлерден фотосуретті басып шығаруға болады және де QR код арқылы ыңғайлы қосылуға болады. Қорыта келгенде, 6 түсті модельдер жоғары сапалы фотосуреттерді басып шығаруды бағалайтындар үшін өте қолайлы. Картриджсіз бояу құю жүйесінің арқасында сізге басып шығарудың құны арзанға түседі, ал шығын материалдың жоғары ресурсы құрылғыда ұзақ уақыт жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Егер сіз түпнұсқа фотоқағазды қолдансаңыз, фотосурет Wilgrim Research зертханасы дәлелдегендей, фотоальбомда 200 жылға дейін сақталатын болады. Келесі бейнероликте кездескенше.